Жаратқан сені бізге тым ерекше сый қылып берді. Өзіңнен бір кенесі берекең үйіліп келді. Бақытым байлық жалғыз өзің ғана жүрегімдегі. Қарашығым көзімдегі. Сен келіп жақсылық толып біздің өмір өзгерді. Ата-ана бақыты бөледің сезімдерге бізді. Осының бәрін әнге салып айтар кезі келді. Бар асылым қызым менің. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қызым менің. Болмасын шуайым қайғың, әкең сені уайымдайды. Ақылды болайын, ақылды болайын. Түн ұйқы төртке бөлдік сенің тыныш ұйқыңды қалап. Үйретті бізге жанашырлықты бір өзіңе қарап. Сезім ұлғайды және арадағы жылы махаббат. Бақытымыз сенсің қымбат. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім қызым менің. Болмасын шуайым қайғың, әкең сені уайымдайды. Ақылды болайын, ақылды болайын. Bitti kar. Sıktı mı? Biz var ya, ben kabul koyatınlar. Ama. Biz ismi Murat'la beraber. Кіндік папасына тартып бизнесмен болайын жатыр ғой. Шашу. Сумку положи себе. Пиши, что. Hoş gelmeksizler. Rahmet osылай алтын уақыттарыңыз бөліп әдемісін бірлесін бірге атап өтуге келгеніңізге рахмет. Соңғы кесім рәсімін өткіздік, енді қонақ алуға рұқсат.
болсын, бір жыл тез өтіп кетті. Күнге шейін роддомнан шығарған келесі жылы қайтып келіп осы арнайы тек Әдия үшін Оралға келдік. Bir-екі күнге. Болашақ жарқын болсын, ең бастысы денсаулық болсын. Денсаулықтан басқа ештеңе жоқ. Қалғандары ақшаға сатып алынып жатады ғой, бәріміз бармыз, біргеміз деп сол мамасы мен папасына денсаулық болса, Әдияны үлкен азамат қылай күш-қуаттар болсын. Сендерге әрқашанда демеуші болып, осыларда бәрі жақсы болып кеткен осылай кетсе екен деп жүреді. Тілекшіміз? Bir жасқа толы тойы, той құтты болсын дейді. Жалпы адам баласы туғаннан 17 атанға дейін қаншама тойды бастан өткізеді. Шілдеханадан кейінгі той мынау баланың тұсаукесер тойы. Қазақ атамыз ғылым заманнан осыған мән беріп сондай дәстүрлі түрде атап өткен. Тойларымыз тойға ұласып, біздің Әдиямыздың дені сау ғұмыры ұзақ ғұмырының ұзақ болуы, денсаулықтың арқасында ұзақ өмір деген тілек білдіреміз Әдияға. Енді Әдияның өзі бұлай талантты болай екені біз аңғардық. Мамасы өте кішкентай кезінде пародияны жақсы салады. Пародия. Отырған адамға қайталайды. Кім екенін білесің, кімді айтып отыр? Көрсетеді. Кімді солай Әдияда қарап отырады біреулер. Әжесі жөтелсе, соны аудармай салады. Жаңа атасы көзін жұмып отыр. Көзін жұмған ба, ол да қайта-қайта көзін жұмады, соны қайталап отыр. Мен айтып отырамын, жоқ, жөтел, ондай көрсеткенде ол үйреніп кетер, сөйтіп үйреніп кетер, көзін жұмып қайталайды. Шыбықтер жатыр, содан жатыр. Сондай жағын байқадық. Енді еңбектеп жүргенде де ерте жүрді. Талпынды, кәдімгі талпынысы ерте байқалды. Сосын белсенді, өзі орысша айтқанда активный, кәдімгі өмірге құштар жүруге, соның бәрі жақсы. Ерте байқадық осы. Сондықтан үлкен елдің үлкен азаматы болады деп ойлаймын, енді өзіміз бар үмітім бар. Көптеген балаларды көріп жүрміз ғой. Бірақ осы бала кішкене ерекшелеу деп қабылдадым. Сондықтан ғұмыры ұзақ болсын. Құдағайлар, өздеріңіз аман болыңыздар. Сіздердің немерелеріңіз бізге жиен болады. Ортақ бала ғой. Ата-анасына амандық тілейміз. Ата-анасы аман болсын. Сәби бақытты ғой, ата-анасы қасында болса, ол бала бақытты. Сондықтан қандай сен оған жағдай жасап тұрсаң да, ата-анасындай болмайды. Ата-анасын аңсап тұрады, сәби қасында болған қалап тұрады. Сондықтан ата-анасы аман болсын. Әдия жаным бүгін туған күні жасы ұзақ болсын. Ойлаған арман мақсаты орындала берсін. Бақытты әке-шешесі, ата-әжелері, екі жақтында өзінің атасының мамасы, тума-туыс бауырлар бәрі бүтін болып өсе берсін. Шаңырақта бана-папаң айтып жатыр ғой, ата-анасы болса бала да бақытты деп. Сол бақыттарың жағынан болсын, жағынан сендірсін. Бір қызбен қалмай артынан іні де, сіңілі де емессің. Ұрпақтарың көбейсін, жапырақтарың жайылсын. Үлкен бәйтерек болыңдар, жапырақтарың деп шанышқан. Гүлдей көпіріп, көктемдей көпіріп, гүлдей жайнап өсе беріңдер деген керек. Енді
жақсылыққа, қуанышқа жайылсын. Дастархандарыңа тек қана осындай жандарыңа жағымды, ең жақын тамаша адамдар отырсын деп тілек айтамын. Енді мен қуаныштымын өте. Осындай отырысқа бәріңді көріп, осындай дастарханда осы туған күннің арқасында келіп отырмыз. Сендердің бақыттарыңыз жағынан болсын. Іште бәрі қайнап тұр енді, көкесіне көп тілек айтқым келеді. Жаны аман болыңдар, семья құрып, осылай шешкеннен кейін семья бақытты болғанын жақсы көреміз. Ата-аналар балаларының бақытты болғанын жақсы көреміз. Дастархан жайып, Айгүлжан, Айгөл көкелері аман болыңыздар. Рахмет. Тек қана жақсылық болсын сіздің үйде. Қуаныш мол болсын. Дорогие Айбек, Айгуль, Кудалар, Лев, Сарвия, всех родственников, сидящих здесь, всех поздравляю с исполнением годика нашей Адии. Самое главное, желаю только здоровья, как говорится. Будет здоровье все, здоровье родителям, потому что, как говорится, это долгожданный ребенок, во-первых. Вот. Все, что они мечтали, пусть сбудется. То, что, как говорится, какие-то надежды были, пусть оправдаются. Пусть вырастет большой девочкой, взрослой. Как говорится, поэтапно пройдет школу, институт и так далее, чтобы все было, как говорится, как задумано. Ну что, для родителей самое главное это счастье детей. Желаю только счастья, всем здоровья. Қуанышқа бөленіп жүре беріңіздер, сіздердің гүлдеріңіз ғой енді. Гүлдей жайнап жүре берсін. Сіздердің бақыттарың болсын, ары қарай сіздерді қуанышын, мақтан тұтатындай қыздарың болсын. Сендерге көп рахмет болсын. Осылай дастархан жайып, бәрі осы ағайын туғалы тұраларды соның ішінде сыйлы деп, апа жездем деп, қосыласыңдар, көп рахмет. Бүкіл жақсылық тілеймін. Елдеріңіз сау болсын. Ойлаған армандарыңа жетіп, бақытты семья болып, жанұя болып, оларға көптеспен. Жақсы көреміз. Жарық болсын, сау болсын, біздерді осылай жақсы, қуанышты мерекелермен қуанта берсін Айбек, қуаныштарыңызбен Адиюшының дені сау болсын, осындай тамаша, үлгілі жанұяда дүниеге келіп жатыр. Өте бақытты қыз деп санаймын өз басым. Өйткені анасы да, әкесі де сондай тамаша адамдар. Екеуі де көптен күткен, аңсап, сондай девочка мечта для нас всех. Мы все так ждали, мы очень рады были. И до сих пор вспоминаю тот день, когда ходила в роддом с мамой, с девочками, как ты выглядывал, как ты показывал, мы стояли, плакали, прям, вообще прям, сондай незабываемое ощущение ты нам подарила. Вот сол күн уже совсем недавно болған сияқты, уже чужие детки быстро растут дейді ғой енді. Осы кеше болғандай болып еді, уже бір жасқа да келіп қалып жатыр Адиюша. Ең бастысы Адиюшының дені сау болсын, сондай өзі мықты, керемет қыз болып өссін, өзінің әке-шешесіне, ата-аналарына, әжелеріне сай болып, жаңағы айтқандай, қай жақты қарасаң да тек қана тамаша адамдар үй окружают, өнерлі, сондай ақылды, әжесі мен әжелер сияқты красавица болсын, аталары сияқты сондай юморной, сөзге шебер, сондай кісі болып өссін. Тартып. Сол бар жақсылық тілеймін. Өте толқып тұрмын. Адиюшаның енді туғанға дені сау болсын. Өзі әппәдемі қызы өсіп келеді, бұрын Құдай айтқандай әңгімесіне қосыламыз. Бір өзінде бір адам баласы біледі ғой, түсінеді ғой. Жасынан ол белгілі болады, сондай шымыр заңға, мекенге баса. Ол неткенде қотқар жібермейді мен өзі ұстап. Аман болыңыздар. Барсаңыз мұна ертең келесі ғымына балалар күні кетір.
жақсы өткізіңдер, жақсылап демалып, жақсы жетістікке жете беріңдер. Жұмыстарыңыз енді бар, өздерің қараңдар, аман болыңдар. Қажет еткендерде жолдарың болсын. Аман есен ауылыңыз өспесін, бақытты балалар болсын. Ата-анасы сендер аман болыңдар. Біздер енді ата-әжелер бер жағындағы енді тіректердің қастарында, қайырлықтары қастарынан табамыз. Сендер жақсы көреміз. Bir gün хабарласпай қалсаңдар іздеп атамыз. Атюша, Айгулечка, Айбек, прекрасная семья, образец современной казахской молодой семьи. Давайте выпьем за Адюшу, вот, такую крепкую, здоровую девочку, красавицу будущую, да? Давайте, чтобы все было хорошо в жизни. Туған күнің менен, туған күнің Armanımның шегі, армандадым сені, бақытымның өлшемі бала ғой деуші еді. Егілдің бізді мәңгі махаббатқа, әке деген атқа, ана деген атқа. Сәлем, сәлем саған, осы біздің ғалам, сені атанаң шексіз армандаған. Қош келдің өмірге, кішкентай адам, кішкентай адам.